Жас келіннің хаты. Бір күні Айнұр үйде ешкім жоқ кезде өз-өзімен сырласып өзіне өзі хат жазғысы келді. Хатын бастай сала, өз ішінде болып жатқан алай-дүлей сезімді түсіндіргісі келгендей. Сәлем Айнұр, сен келін болып түскелі қандай күндер басыңнан өтпеді? Қынжылып, қиналып жылаған күндеріңде, қуаныштан жылаған күндеріңде болғаны рас. Сен өзі тұрмысқа шықпай жатып білім іздеуді жақсы көремін деуші едің. Ал қазір соның бәрі қайда қалды? Армандарым көп деген едің. Ол армандарыңды қайда жасырып қойдың? Жүрегіңнің түбіне ме? Сонда тұрмысқа шығу, өз-өзіңді ұмыту деген сөз бе екен? Әлде мен жеке шекарасын қорғай алмайтын бір сорлымын ба? Күлсем өз күлкім емес, жыласам өз жылауым емес. Маған не болды өзі? Тұрмысқа шығу сонда мені тұңғиыққа батырды ма? Көңілім құлазып, ештеңеге зауқым соқпай жүремін де қоямын. Әлде бұл жастық шағыма деген сағынышым ба екен? Үлкен өмірге жауапкершілік алуға дайындалып жатырғаным ба? Білмеймін. Бұл шексіз, шетсіз сұрақтарыма жауапты қайдан аламын? Әр адамның тағдыры әр түрлі демей ие. Алла тағала бәрімізге осы өмірді сыйлап, үлкен сый етіп берді емес пе? Онда дәл қазіргі сәтіме шынайы шүкіршілік етуге не кедергі? Білмеймін, жауабын білер адам болса айтар. Шын мәнінде жүрек тек қана Алланың еске алуымен ғана тыныштық табады. Бұл да бір өткінші сәт. Мен де осы отбасыға сіңісіп, үлгілі келін болармын.